Бисмиллах, алтын көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін үй жағдайында донер жасайтын боламын. Ең алдымен бізге тауықтың піскен еті керек болады. Огурцы, сосын піриді мен картопты жақсылап жуып алып, бір-екі рет жуып алып, крахмал кеткенше майға қуырып алдым. Ең алдымен осылай мен кетчупымды саламын. Содан кейін барып майонезін саламын. Осы майонез бен кетчупты жақсылап біркелкі етіп жағып шығамыз. Мына жерде тауықтың еті бар. Қазір осыны бірінші орналастырамыз. Ең алдымен осылай жағып аламыз бірінші. Содан кейін барып тауықтың етін, огурцы, содан кейін піриімізді салып жақсылап орайтын боламыз. Менде қызанақ болған жоқ, сондықтан қызанақсыз жасай беремін. Ал сіздерде болса қоссаңыздар болады. Жасау жолы өте оңай. Мен дүкеннен дайын түрін сатып алдым, осындай лавашын. Сіздер лавашты сатып алатын кезде міндетті түрде сыртына қараңыздар, сұрауына қараңыздар. Сұрау көп тұратын болса, біздің лавашымыз жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан бірінші шыққан күніне мән беріңіздер. Мен осылай орналастырамын. Енді біз үстіне майонез құятын боламыз. Енді қазір әдемі етіп орайтын боламын. Осылай орайсыздар. Енді мен екінші лавашымды жасайтын боламын. Дәл жаңағыдай қылып, оны да жасайсыздар. Ана жер кішкене шытылып кеткен. Оны былай қаратып, кішкене жасап жібереміз. Ештеңе етпейді. Менің алтын көрермендерім, менің шыққан видеоларымды міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сосын осы рецептке байланысты өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен апта сайын 2 рет рецепт шығарып отырамын. Сондықтан мені бақылап жүріңіздер. Өте оңай рецептілерді, тез дайындалатын рецептілерді шығарып отыратын боламын. Осылай орналастырып жатырмын. Менде 3 донер шықты. Осы донер біздің отбасымызға өте ұнайды және тез желініп кететін тағам түрі. Егерде сіздер майонез жақсы көретін болсаңыздар, майонезін көп салғаныңыз болады, көп салсаңыз. Енді ол өздеріңіздің қалауыңыз бойынша саласыздар майонезін. Енді кезекте осылай жақсылап орайсыздар. Міне екінші донерім дайын болды. Енді мен үшінші донерді дайындайтын боламын. Менде 3 донер шықты. Енді кезекте мен алдын ала табамды жақсылап қыздырып алдым да, осы сосын
осылай екі жағын бірдей етіп қуырып аласыздар. 3-5 минут аралығында. Сонда біздің донеріміз қытырлап өте дәмі күшті, керемет болып шығады. Мен 3 донерді де осылай істеп жатырмын. Айта кететін жайт, біздің табамыз құрғақ таба, еш май, ештеңе қоспайсыздар, құймайсыздар. Осылай қуырып аласыздар. Міне біздің донеріміз дайын болып қалды. Енді мен сіздерге осыны кесіп көрсететін боламын. Біздің донер өте қытырлақ, дәмі керемет болып шықты. Осылай болып шығады. Осылай сіздер де үйден жасап көріңіздер. Үйден де жасауға болады донер осындай. Енді жей берсеңіз болады. Сіздермен болған мен Гүлжайнар. Менің видеома лайк басуды ұмытпаңыздар.